Өмірдің өмірі аспанда ұшқан бақа. Әке, сен ешқашан кішкентай қол аяғы бар бақа балапаныңды ит балықты көрдің бе? Ол қазір нағыз бақаға айналғалы жатыр. Уау! Мен де соны көрсем ғой. Бұл құбылысты түрлену метаморфоз деп атайды. Иә, түрлену. Бірақ білесің бе, әке, бақаларды жыландар мен құстар жеп қояды. Бұл өте өкінішті ғой. Дұрыс айтасың. Бірақ бақалар да өмір сүру үшін шегіртке мен құрттарды жейді. Бұл өмірдің өмірі деген үлкен заңның бір бөлігі. Өмірдің өмірі ме? Ол не? Айтшы, әке. Бәлкім сәл өскен соң айтармын, шин. Жо, мен қазір білгім келеді. Өтінем, айтшы, әке. Шынымен білгің келе ме? Иә, өте қатты келемін. Жарайды, онда мұқият тыңда. Сөйтіп әкесі баяғыда атасынан естіген бір ертегіні айтып бере бастады. Аспанда ұшқан бақа туралы ертегіні. Міне, біз Сатояма деген жерде тұрмыз. Жануарлар көп өмір сүретін ауыл маңындағы табиғат қойнауы. Толық ай шыққан түні күріш егілгеннен кейін бақалар үлкен ән шырқай бастады. Гако, гако. Ай жарығында серуендейік. Гако, геко, геко. Сенің күлкің сондай әдемі. Геко, керо, керо. Маған тұрмысқа шықшы, керойым. Бұл бақалардың махаббат әндерінің үлкен сайысы. Бұл қанша уақытқа созылар екен? Жаз өтті, ал күз келді. Кішкентай ит балықтан Пьонта есімді мықты бақа өсті. Ол күн сайын тамақ іздеумен айналысатын. Бүгін ол шегіртке, шырылдауық шегіртке, тіпті өрмекші де ұстап алыпты. Бірақ бір күні, оған үлкен жылан қадала қарап тұр еді. Пьонтаның денесі қорқыныштан қатып қалды. Бұл өмір мен өлімнің арасы. Ой, жоқ, болды, мені жейді енді. Ол көзін қатты жұмып, жыланның шабуылын күтті. Бірақ кенеттен, сарт, күшті жел соғып, Пьонта шөптің арасына ұшып түсті. Ол жайлап басын көтеріп аспанға қарады. Әне, үлкен құс жыланды тырнағына қысып алып, аспанға ұшып бара жатыр. Уа! Пьонта таңғалып айқайлап жіберді. Біраз уақыт бойы орнынан тұра алмады. Күз суыта бастады. Аздан соң қыстың суық желі соқты. Әй, Пьонта, қысқа дайындалатын уақыт келді. Дайындалу? Ол не, әке? Біз топырақтың астына кіріп көктем келгенше ұйықтаймыз. Оны қыстық ұйқы дейді. Пьонта үшін бұл оның ең алғашқы қысқы ұйқысы еді. Әке, менің бір сұрағым бар. Не болды, Пьонта? Айта ғой. Пьонта әкесіне өз өмірін әрең сақтап қалған күнін айтып берді. Сосын сұрады. Бір күні мені шынымен жылан жей ме? Неге мен өмірге келдім? Айтшы, өтінем, әке. Бұл өте үлкен сұрақ екен. Қазір саған оны түсіну сәл қиын шығар. Бірақ мен білгім келеді. Айтшы, әке, өтінем. Жақсы, онда мұқият тыңда. Әкесі не айтар екен? Бұл келесі бөлімнің сыры күте тұр. Жарайды, барлығыңызға, сіздерге адам ретінде өмір берілді. Адамдарды бақалар сияқты жемейді. Ендеше, не үшін туылдық? Пікірлерде ойларыңызбен бөлісіңіздер.